Алматыға келсем өскемендегідей емес, күн жайнап тұр. Бомбер киетін күн болып тұр екен. Анау мынау емес, шерсть бомбер. Хейбебиден алдым. Жер сәл құрғап кетсе, астына осақ юбканы кием бе деп тұрмын. Бұндай тік пішімді юбкалар менің гардеробымның ажырамас бөлігі. Өйткені жинақтайды, бойды ұзартады. Ал бомбердің түсі мен фактурасына мән беріңізші. Қоқиып көлем қоспайды бұл бір. Екіншісі сапасы экраннан көрінеді. Айтпақшы, шоколад түс осындай сәл сарғыш реңкі бар түстермен әдемі үйлеседі. Оның үстіне өзім секілді қараторы қыздардың бет әлпеті тым аппақ түске қарағанда осындай реңктегі ақшыл түстерді жақсы қабылдайды. Сапасы ұстап көрген маған аян. Ал сыртынан бомберді қондырамын. Водолазка түсі юбка түсімен вертикаль линия құрып, бойды ұзартты. Жеңіл болғанмен жып-жылы образ. Водолазка жеңін шығарып қоямыз. Бұндай дүниелер образға сәл күрделілік береді. Шоколад түстегі мына қоңыр ботильоным образға үйлесе кететін болды. Я бұл түс 2025-те де тұғырынан таяйын деп тұрған жоқ. Биыл да қуана киеміз. Етікпен образ толығып, үйлесімді образ шықты. Енді айнам алдамайтын секілді. Сіз қалай ойлайсыз? Қоңыр түспен алтын түс әдемі үйлеседі. Алтын түсті әшекейлерін тағамын. Ал қалай шықты? Қоңыр түс мынадай лайм түспен ерекше үйлеседі негізі. Көктем болған соң бәрі жарасымды. Ал сіз айтыңызшы, бірінші образ сәтті шықты ма, әлде екіншісі ме?